Баяғыда халқы көп, тіршілігі қайнаған Құмиян қаласының бір шаруасы отын шабуға барады. Бір жыңғылдың түбінен ысылдаған жылан шығыпты. Дереу қолына кетпенін алып, әлгі жыланның басын шауып тастайды. Бір қызығы әлгі жерден бірінен соң бірі 7 жылан шығады. Шаруа барлығын өлтіріп тынады. Отыны шауып, үйіне келгеннен кейін көрші қартқа болған оқиғаны әңгімелеп береді. Көпті көрген қария дереу шаһар басшысына хабар беріп, қаладан кету керектігін айтады. Алғашында қала бегі мән бермей, бір алжыған шалдың әңгімесіне балайды. Дегенмен, сол түні қаланы жылан басып қалады. Небір ер азаматтар семсерлерін қынынан суырмай жатып, құрбан болады. Ақыры болмаған соң бек қалған халықты қаладан аман алып шығуды бұйырады. Өзі қасына осы оқиға болатынын айтқан қарияны алдырып, мына сұмдықтан құтылудың жолын іздейді. Сонда қария біздің шаруа ордалы жыланның ордасын бұзған. Енді олар соны тапқанша тыныштық таппайды дейді. Қала басшысы онда сол шаруаны берейік те құтылайық мына пәледен деп шаруаны алдыртады. Қария болса жыландар бір алған қамалын оңайлықпен босатпайтынын айтып, шаруаны ажалға итермелеуден еш пайда жоқтығын жеткізеді. Қала сыртына шыққан соң, елді бір жерге жинаған қария кісі бойындай ор қаздырады. Оның ішіне әлгі шаруаны түсіріп, басына 7 нан қояды. 7 нанның үстіне жыланды кетпен шапты ғой деп 7 кетпен қойдырыпты. Ордағы адамға аждаһа оңай жетпеуін ойлап, кетпеннің үстіне 7 қазанды төңкертеді. Бұлар осы әрекетті жасап болғанша қаланы түгел тінтіген жыландар артынан қуып жетеді. Бірден әлгі орға қарай беттеген жыландар 7 түрлі қазанды 7 жаққа ұшырып жібереді. Ішінен біреуі ысылдаған бойы 7 кетпенді тесіп өтеді. Содан бері кетпеннің ортасы тесік болып жасалады екен. 7 қазанмен 7 кетпеннен өтсе де шаруаның басында тұрған 7 көлше наннан өте алмай тоқтаған екен. Жыландар өз бетімен кетеді. Шаруаны ордан шығарып алған қария 7 көлше нанды айналадағы шетелге таратып береді. Содан бері сайын даланы мекендеген жұртшылық еш шығарғанда, Құран оқытқанда 7 нан таратуды әдетке айналдырыпты. Құрметті де қымбатты оқырмандар, сіздерде басқадан нұсқалар болса, алып қосарыңыз болса, жаза отырыңыздар.